Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге Whoopie тортын жасайтын боламыз. Ең әуелі сармай мен шоколадымызды микроволновкада ертіп алатын боламыз. Содан соң жұмыртқаға қантымызды салып, аппақ масса болып, 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. 2-3 минут уақыттарыңыз кетеді. Міне осындай болып ағарған соң, жаңағы шоколадымызды, ерген шоколадымызды құйып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Содан соң ұн, какао, разрыхитель үшеуін унилегіштен өткізіп алдын ала дайындап қойдым. Үшеуін жақсылап араластырып, 2-3 бөлікке бөліп миксерлеңіздер. Барлығы бір тегіс болған соң, осымен біздің қамырымыз дайын. 2 бөлікке бөліп салдым мен. Содан соң пергаментный бумаганы алдын ала дайындап, формаңызға карандашпен сызып алсаңыз да болады, немесе мен сияқты пергаментный бумаганың астына формамызды қойып, 4 ас қасықтан сала отырып, бір тегіс етіп, спатуланың көмегімен жайып шығатын боламыз. Барлығын дәл осылай жайып, қызып тұрған 200 градуста барлығын бірдей етіп пісіріп алатын боламыз. Менде 4 корж болады. Піскен соң формамызды кесіп, барлығын дайындап алатын боламыз. Енді кремін жасаймыз. Бізге креміне творожный сыр, сахарный пудра екеуін жақсылап салып миксерлейміз 1 келкі болғанша. Содан соң сливкиімізді құйып, 5 минут көлемінде миксердің жылдамдығын әр минут сайын көтере отырып, 4-5 минут көлемінде жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Сливкиді алдын ала шайқаңыздар, сонда жақсы араласады. Осымен біздің креміміз дайын. Енді тортты жинайтын боламыз. Мен тортты шариктер шығарған жоқпын. Сол себепті торттың барлығын кольцоға жинайтын боламыз. Міне крем осындай өте әдемі болып шығады. Корждарымызды салып, кремімізді салып, барлығын кезек-кезек етіп, торттарымызды жинайтын боламыз. Шарик жасасаңыздар да болады. Мен барлығын кольцоға жинадым. Коржы өте жұмсақ, әрі әдемі болып шығады. Барлық тортымызды дәл осылай жинаймыз. Кезек-кезек. Кремді өте көп қойсаңыздар, торттарыңыз өте әдемі болады. Ең соңында кішкене ғана крем жағып, бетін пакетпен жауып қойып, бір түнге қалдырып қойдым. Содан соң бір түн өткен соң тортымызды кольцодан шығарып, мен қалған кремді басқа түске боядым. Содан соң дәл осылай торттың жан-жағын жағып шықтым. Сәндеу әркім өз еріктерінде. Мен қызымның туған күніне осындай өте әдемі торт жасадым. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ал шетіне шоколад пен сливкиді ертіп, құйып, және де есімін жазып шықтым. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Заказға жасасаңыздар да болады. Сіздермен болған ләззат.